Сәлем достар. Менің атым Мадер. Бүгін анам екеуміз тәжірибе жасаймыз. Бүгін тәжірибе жасаймыз. Оның тақырыбы ауа туралы болады. Мадер, бүгін тәжірибе жасамастан бұрын бір қызықты ақпараттармен бөлсек, балалармен. Қандай ақпараттарды білеміз? Мысалы, әлемдегі ең ауасы лас мемлекет қандай? Қытай мемлекеті. Ал ең ауасы таза мемлекет ол Швейцария екен. Қане, енді бізде тәжірибемізді бастайық. Ол үшін бізге не керек? Бірінші, бос таза ыдысымыз керек, және де трубочкамыз керек, сосын суымыз керек. Ал бірінші ыдысымызға суымызды құямыз. Не істеді? Көпірі шықты. Көпірі шықты. Оны қалай шығардық біз? Ауамен үру арқылы шығардық, көпіргішті. Енді қарашы, Мадер. Мысалы, сен ауаны көріп тұрсың ба? Жоқ. Көріп тұрған жоқпыз. Ауа көрінбейді. Ал бүйткенде ауа істейміз адам? Ауа бар. Сезеді ауаны. Бүйткенде жел арқылы ауаны сеземіз біздер. Енді екінші тәжірибемізді бастайық. Екінші тәжірибемізге бізге не керек? Екі ыдыс керек. Екі ыдысқа да бірдей қылып су құямыз. Және де ол екі ыдысымызға бір ашылмаған, бір ашылған. Ал қандай тәжірибе болып тұрсың? Ашылған апельсин барды. Ашылмаған ба қандай? Ол қалай? Ашылған апельсин сыртында не бар? Ауа бар. Ауа қабаттары бар. Ол ауа қабаттары судың бетіне қалғып шығып тұрады. Ал ашылған апельсин не істеді? Ауасы кетіп қалды. Ауа қабаттарымыз алып тастадық, кетіп қалды, да? Келесі тәжірибемізді көрсетейік. Келесі тәжірибемізді бастайық. Оған бізге бос ыдыс, бос стакан және де қағаз керек. Енді сен қағазды жылаймыз. Бос ыдысымызға суды құйып алайын. Нығыздап саламыз. Нығыздап салайық. Түспейді. Енді істедік, біз суға салдық. Енді алып қараймыз. Қағазымыз қандай? Құрғақ болды. Қалай бұл? Құрғақ болды. Өйткені бізге бос ыдысымызда, стаканымызда ішінде ауа болды. Ауа қабаттары бізді қағазымызды құрғақ қылып ұстады. Су тигізбеді, көрінді? Оның өзі бір тәжірибе. Келесі тәжірибемізді бастайық. Енді біз келесі тәжірибемізді бастаймыз. Оған не керек бізге, Мадер? Су құйған баклажка, шай, трубочка, бос ыдыс. Су құйған баклажкамызды біздер алдын ала тесіп алдық. Енді соған трубочканы саламыз. Бұл шардың ішінде не бар? Ауа бар. Ауа бар. Енді осы ауаны біздер неге саламыз? Не болды? Су шықты. Ол ауа қысымы біздің істеді суымызды шығаруға көмектесті. Осымен тәжірибеміз аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.